Бәріне сәлем, бұл Сайбер Алаң және оның жүргізушісі мен Аружан. Киберспорт әлемінде болған соңғы жаңалықтарды бірге талқылайық. Арнамыздың сенімді серіктесі Kingston Fury компаниясы екенін тағы да естеріңізге саламыз. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Адриан қайта оралып, ал Ватсон бірінші орыннан түсер емес. Бенгер Про сынған қазақстандық стримерлердің мамыр айындағы рейтингіне тоқталайық. Өздеріңіз білетін Адриан Бетбум Дача турнирінің кастымен және Fallout New Vegas'тарымен қайта оралды. Бұл бәрі үшін күтпеген жағдай болып, ол рейтингте 3-ші орынға ие болды. 2-ші орында Алмұхан Мұханжан Сабиев иеленді. Оның Just Chatting атты трэш стримдері таң қалдыруда. Мысалға, Сабиев өзінің кезекті стримінде баратын қаласын рандом дөңгелек арқылы анықтаған еді. 1-ші орында тағы да Ватсон. Ол Дотада 14.000 ММР-ге жетіп қана қоймай, Fisher Universe эпизод 2 чемпионы атанып, және $5 миллион жүлде қоры бар Riyadh Masters 2024-ке өтті. Ол өзінің керемет шеберлігін тағы бір дәлелдегендей. Студент-геймерлер, сіздерге жақсы жаңалығымыз бар. RSF-тен Dota 2 бойынша ашық студенттік ұлттық іріктеуге тіркеу басталды. Күресуге дайын болыңыздар. Іріктеу матчтары 12-14 шілде аралығында өтеді. Қатысу үшін студент және еліміздің азаматы болуыңыз керек. Сондай-ақ тек 16 жастан асқан студенттер ғана қатыса алады. Кәмелетке толмаған ойыншылар үшін ата-ана келісімі қажет. Жеңімпаздар өңірлік іріктеулер мен финалдық ойындарда Қазақстанның атынан қатысады. Қауесет расталып, Nexa командадан кетті. Өткен шығарымда біз сізге G2 туралы теорияны айтқан едік. Ақырында киберспорт ұйымы Неманияны шығарып тастап, оның орнына 21 жастағы Мальбы сыныпталды. Ол G2-ға дейін MIT және Америка аймағындағы басқа командалар қатарында болған. Ешал ТВ деректеріне сүйенсек, ол кейінгі 6 айда ірі турнирлерде 20-ға жуық карта ойнап, бірде 21 жеке рейтингіне ие болды. G2 eSports Мальбсыдыны оның хайлайттары мен әзіл оспақ фрагменттерінен жасалған керемет видео арқылы таныстырды. Entities International 2024-ке өтті. Батыс Европа үшін іріктеу ойындарындағы жоғарғы кестенің финалында олар Тундра eSportsпен кездесті. Біздің сүйікті керейіміз Әлімжан Исламбековтың командасы 2-де 1 есебімен жеңіске жетіп, TI 13-ке өтті. The International бұл Dota 2 бойынша жылдың басты турнирі. Онда командалар көптеген турнирмен іріктеу кезеңдерін өтеді. Биылғы инт қыркүйек айында Копенгагендегі Royal Аренада өтеді деп жоспарланған. Ал біз отандастарымызға шын жүректен сәттілік тілейміз. Бұйыл көптеген ресейлік Данияға виза дайындайды. Неге десеңіз, бұл елден бұйыл Dota әлемдегі басты іс-шараға 1-ден 18 өкіл қатыспақ. Қытай 11 қатысушысымен 2-ші орында тұрса, одан кейін 7 ойыншымен Перу, 6-мен Малайзия және 4-мен Украина тұр. Ал қазақстандық спортшылардан да осындай көрсеткіштер күтеміз. Nitro қайта оралды. Американдық спортшы Ник Канело мансабын енді CS2-де жалғастыруы мүмкін. Nitro 2024-тің қаңтарынан бастап өнер көрсеткен MIT-дің негізгі Valorant құрамынан кетті. Команда өкілдері Канело ұйымда қалады деп мәлімдеді, бірақ оның жаңа рөлі әзірге белгісіз. Қазір ол Дасту порталына қайтадан CS2-ге оралуға дайын екенін айтты. Киберспортшы Valorant ол өзі күткенде ойын болмайғанын, ал CS-ті өзінің үйіндей сезініп, болашағын осы ойында елестететінін де айтты. Бұл Nitroның CS2-ге 2-ші рет оралуы. 2014-2020 жылдары ол CS ойнап, содан кейін Valorant қауысқан болатын. Сауд Арабиялықтар Моноси мен Никоны өздеріне алуға тырысыпты. Спойлер, бұдан еш нәрсе шыққан жоқ. Team Falcons оларды командаға шақырып, капитан Файфер мен Гарсияның орнына алғысы келді. Ковач ауысқан жағдайда ол айына 85.000 евро мөлшерінде жалақы алатын еді. Бірақ Нико қазіргі командаға адал болып қалды. Жігіттердің орнында болсаңыз, не істейтін едіңіз? Пікіріңізді жаза кетіңіз.
Бәріміз ойынның 25 жылдығына арналған КС жаңартуын күтіп едік, бірақ маңызды еш нәрсе болған жоқ. Әзірлеушілер басында бір нәрсеге меңзеген сияқты еді, әлде біз қате түсініп қалған сияқтымыз ба? Не дегенмен олар жай ғана ескі карталарды жүктеп салды. Ал ойыншылар бұл жағдайға мәз емес. Cloud9-ның экс-ойыншысы Абай Хасенов әлеуметтік желіде жанкүйерлермен сөйлесіп, өзінің мансабы, қарсыластары және Қазақстандағы CS2 болашағы туралы сұрақтарға жауап берді. Хоббит қайтадан оралу туралы ойлап жүр, алайда әзірге ештеңе анық емес. Ол 2024 жылдың сәуірінен бастап, яғни Cloud9 оны құрамынан шығарып, трансферге қойған сәттен бастап, кәсіби сахнада өнер көрсетіп жүрген жоқ. Әлем чемпионның болашағы қазір белгісіз. Ол әзірге өз мансабын дамытпағанымен басқалардың жетістіктерін айтып, CS-тегі үздік 5 ойыншыны атады. Ал Абай үшін бұл Зайву, Донг, Моноси, Нико және Широ. Cloud9-ның тарауы кез келген жағдайда болатын бет. Кем дегенде Бетбум Тим капитаны Владислав Горшков осылай деп санайды. Ол неліктен бұлтылардың басына бұндай күн туған туралы айтты. Оның ойынша, мұның бәрі ресми матчтардағы көптеген жеңістерге байланысты екен. Ойыншы осы тақырып бойынша өзінің сараптамалық пікірін білдіруге құқылы. Өйткені Нафани Cloud9 үшін 2022 жылдың сәуірінен 2023 жылдың шілдесіне дейін өнер көрсеткен. Оның басшылығымен команда IEM Далласты жеңіп алған болатын. Шілдені PUBG Mobile'дағы жаңа ивенттен бастайық. Бұл туралы әзірлеушілер YouTube'да ерекше видео жариялады. Бір түсінгеніміз 3-3 патчы теңіз тақырыбына байланысты болады. Алдыңғы 3-2 патчы бір ай бұрын шығып, әртүрлі пікірлер жинаған еді. Көптеген ойыншылар ойынның бірінші маусымын сағынып жүрген сияқты. CS2 жанкүйері AK-47 спреймен татуировка жасап интернетті шулатты. Буря постер негі бар қолданушы Counter-Strike 2-ге арналған татуировкасын көрсетті. Оның оң білегінде AK-47 спрей бейнеленген. Сонымен қатар бұл жазба бір күнде 3 миллион астам қаралым, 46 мың лайк жинаған. Оны тіпті Valve әзірлеушілері де байқап, Буря постердің жекесіне жазыпты. Комментарийде адамдар: Valve AK-47 спрейін өзгерт, татуировкасы жарамсыз болып қалсын деп жазып жатыр. Біз Сайбералан командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа байланысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube пен Telegram арнамызға, TikTok пен Instagram парақшамызға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі шығарылымда кездескенше.